Құран кәрімнің хатым дұғасы. Рахман, әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Уа Алла тағалам, осы Құранның құрметіне мені мейіріміңе бөлей көр. Оны маған жолбасшы, нұр хидаят қайнар көзі және рахым ете көр. Уа Алла тағалам, осы Құраннан ұмытқанымды есіме сала көр және одан білмегенімді үйрете көр. Маған күндіз түні Құран оқуды нәсіп ет. Уа күллі ғаламның Раббысы, оны ахиретте мен үшін айқын дәлел ете көр. Уа Алла тағалам, маған қорған болған асыл дінімді берік ұстауды нәсіп ете көр. Бұл дүниелік тіршілігімді дұрыс жолға сала көр. Ақырында қайтар жерім болған ахиретімді оңдай көр. Өмірімді игі істерге толы ете көр. Сондай-ақ өлімді мен үшін жамандық атаулыдан халас болуға себепші қыла көр. Уа Алла тағалам, өмірімнің соңы қайырлы болуын, барлық істерімнің ақырының қайырлы болуын және өзіңмен қауышатын күннің мен үшін ең жақсы күн болуын нәсіп ете көр. Уа Алла тағалам, өмірімнің жақсылыққа толы, таза болуын, өлімімнің жеңіл болуын, әрі өзіңе қарабет болмай, жарқын жүзбен қайтуды нәсіп ет. Уа Алла тағалам, өзіңнен тек қана қайырлы нәрсе сұрауды, қайырлы дұға етуді, сондай-ақ қайырлы жетістік, қайырлы ілім, игі іс пен игі сауап, игі өмір мен игі өлім тілеймін. Бір өзіңнен хақ жолдан таймауды, таразымның ауыр басуын, иманымның тахқиқи және дәрежемнің жоғары болуын тілеймін. Сондай-ақ дұға тілектерімді қабыл етіп, күнә қателіктерімді кешіп, жәннаттың төрін нәсіп етуіңді сұраймын. Уа Алла тағалам, маған мейіріміңе бөленуіме себепші болатын, әрі кешірім жасауыңа септігі тиетін істер істеуді нәсіп еткейсің. Сондай-ақ күнә атаулыдан аман болуды, бар жақсылыққа кенелуді және жәннатқа қол жеткізіп, тозақ отынан құтылуды нәсіп еткейсің. Уа Алла тағалам, әр кез және әр істе ақырымызды қайырлы ете көр. Бізді бұл дүниеде қарабет болудан және ахиреттің ауыр азабына душар болудан бір өзің сақтай көр. Уа Алла тағалам, бізге, біз бен күнә атаулының арасында өткел бермес бөгет болатындай қорқыныш, әрі өзіңе деген шексіз құрмет сезімін нәсіп ете көр. Бізді өзіңе мойын сұндыру арқылы жәннатыңа жетелей көр. Бізге бұл дүниенің бар бейнетін болмашы нәрсе етіп көретіндей кәміл иман нәсіп еткейсің. Бізге тіршілігімізде, тіпті өміріміздің соңына дейін есту қабілетіміздің, көру қабілетіміздің және күш қуатымыздың қызығын көруді нәсіп еткейсің. Сондай-ақ бізге қиянат жасағаннан өшімізді алуды нәсіп етіп, бізге қастық қылғанға қарсы өзің жәрдем бере көр. Дінімізге, иманымызға кесірін тигізетін нәрселерден, есіл-дертіміздің тек дүние болуынан және білімімізді тек дүниелік мақсатта қолданудан бір өзің сақтай көр. Сондай-ақ бізге жаны ашымайтындардың бізден үстем түсуіне жол бере көрме. Уа Алла тағалам, біздің бар күнәмізді кеше көр, бар мұңымыздан арылта көр, барлық қарыздарымыздан құтқара көр. Уа мейірімділердің ең мейірімдісі, біздің бұл дүниедегі һәм ахиреттегі барлық мұң-мұқтажымызды өзің өтей көр. Уа Раббымыз, бізге бұл дүниеде жақсылық бере көр, ахиретте де жақсылық бере көр. Әрі бізді тозақ азабынан бір өзің сақтай көр. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммедке, оның жақындарына және саңлақ сахабаларына Алланың игілігі мен сансыз сәлемі болсын.